Артымыздан келе жатыр ана, полиция келе жатыр артымыздан. Бірақ маған емес шығар деп ойлап келе жатырмын. Кішкене жүрем, егер тоқтамады десе маған емес деп ойладым деп айтам, бірақ менің артымнан келе жатыр біраз болды. Мен ана жерде бір күмәнді бұрылыс жасап едім, сол болуы мүмкін. GPS көрсетіп тұр, бұрыл деп, бірақ мен өзім не қылдым да, мынау қалар емес артымнан. Біраз болды елесіп келе жатқанына. GPS бұрыл деп тұр, бірақ үстінде бір no turn деп тұр екен, бұрыл адай белгі жоқ қызылған, бірақ күмәнді жерден бұрылып кетіп едім. Оның үстіне балалар да мынау несіз отыр. Тыныш отырыңдар, қазір жарай ма? Анау бастарыңды шығармай тыныш отырыңдар. Тығылмай қойыңдар, бірақ тыныш отырыңдар. Тыныш жарай ма? iPhone-ның GPS-і ғой. Оған сенуге болмайды. Білмеймін, бірақ маған екен болды. Сосын бір жақта далаға шығуға болмайды. Қазір өз келгенін күтеміз. Сосын жаңағы нелерге бірден бардачокқа қол жүгіртуге болмайды, оқыс қимылдар жасауға болмайды. Өздері айтып сұраған кезде ғана документті іздеп тауып беру керек. Good. Не үшін тоқтатқаныңызды білесіз ғой. Білмесеңіз түсіндірейін. Сіз бұрылуға болмайтын жерден бұрылдыңыз. Құжаттарыңызды беріңіз. Негізі құжаттарым бар, үйде қалдырып кетіппін. Техпаспорт та бар, сақтандыру да бар, бәрі бар. Үйде қалып кетіпті. Ол үйде емес, көлікте болу керек. Және балалар неге орындықта отырған жоқ. Ол өте қауіпті екенін білесіз ғой. Орындықтары қайда? Кешіріңіз. Жоқ, кешірімді бізден емес, кешірімді балалардан сұрау керек. Осылай балаларды отырғызып алып, ары бері жүре беруге сізге кім құқық берді? Бір рауыз сөйлессем бола ма сізбен? Жоқ, түспеңіз машинадан. Қазір сізге ескерту қағазын жазып береміз. Соттан өздері хабарласып, қай күні сот болатынын айтады. Сол күні барасыз. Қазір күте тұрыңыз, біз сізге қағаз жазып әкелеміз. Армысыздар достар, мен дәл қазір Сан-Францисконың DMV деп аталатын мекемесінде, яғни моторлы көліктер департаментінің алдында тұрмын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы Калифорнияда жол ережелерінде қандай айырмашылықтар бар және айыппұлдар мөлшері қандай. Жалпы сол әңгімелер төңірегінде бүгін сөз қозғаймыз. Калифорнияда көлік жүргізсеңіз, отбасылы болсаңыз, балалы болсаңыз, сізге ең бірінші алу керек нәрсе жүргізуші куәлігі емес, ол балалар орындығы. Оны айтып отқан себебім, жоғарыдағы жағдайда жаңа басында көрсеткен балалар орындықта отырған үшін $1600 көлемінде айыппұл салды маған. Ол іс туралы толығырақ сәл кейінірек, ал қазір Калифорниядағы басқа да айырмашылықтар туралы жалғастырамыз. Калифорния, Макс, Калифорния. Ана құрған қаладан кетейік. Кет, қош. Жүр, ойға көшейік та, сол жақта шоу-бизнес дамыған. Сен қайта береді екенсің, мен ондай қалада тұрғым келмейді. Ол жердегі мәдениеттің жалғыз жетістігі қызыл светофорға оңға бұрылуға болады. Ол басқа түк жоқ. Калифорнияда қызыл светофор қызыл жанып тұрса, оңға бұрылуға болады. Яғни сіз міндетті түрде тоқтау керексіз, және сол жақтағы көліктердің ағынын жіберу керексіз. Ол тоқтаған кезде қызыл жанып тұрса да оңға бұрылып кетуге болады. Қазір мысалы бізде қызыл жанып тұр, бірақ сол жақта көлік көп, сондықтан өтпей тұрмыз. Міне қазір көліктер бітті. Қызылға бұрылып кеттік.
егер кетіп бара жатқан жолыңыз бір бағытты болса, бұрылайын деп тұрған жолыңыз да бір бағытты болса, мына алдымызда тұрған Leavenworth деген сияқты, онда бұл көшеменде солға бұрылуға болады, қызылға. Жаңағы қызылға бұрылдық, көрдіңіз бе? ақш-тағы жол ережесінің үлкен бір бөлігі ол стоп белгілері. Үлкен көшелерде болмаса, жалпы көп жағдайда андай стоп белгілері тұрады көшеде. Оған тоқтайсыз міндетті түрде. Және 1-2 секунд паузадан кейін жүресіз. Толық тоқтау керексіз, баяулауға болмайды. Тоқтамай өтіп кетсеңіз, онда несі әжептәуір айыппұлы. Және point түседі, қара дақ түседі сіздің тарихыңызға. 3-ке жеткенде ма, 5-ке жеткенде ма айырыласыз. Ал біреу түссе, екеу түссе, жұмысқа тұрған кезде, мысалы, көлікпен байланысты жұмыстарға, ол кедергісін келтіреді. Міне, стоп сайынға, стоп сайын тоқтайсыз. Сайын деген белгі деген сөз ғой. Тоқтайсыз. Машине болсын болмасын, сосын жүресіз. Көп жағдайда жолдың 4 жағында да белгі болады. Бұның мәні стоп сайынға тоқтағаннан кейін екі көлік қатар келсе, мысалға, қайсысы бірінші келіп тоқтады, сол бірінші жүреді. Міне, мысалға, стоп сайынға келдік, тоқтадық. Қазір анау бірінші келді, сол үшін оны жүргізіп жібереміз. Сосын мен кетемін. Көп жағдайда жүргізушілер бірінші болып жүріп кетуге асықпайды. Сен жүр деп тұрады. Мен ойымша, Қазақстанда бұл жүйе жұмыс істей қою екіталай, себебі бізде жүргізушілеріміз жалпы нервный. Сол үшін мен келдің, сен келдің деп төбелеске ұласуы мүмкін деп ойлаймын мен өз басым. Және сәл спорт моменттерде жүріп кетуге тырысып, ол бір жол апаттарына түрткі болып қалуы мүмкін. Сол үшін бұл жерде жүргізушілік мәдениет керек жалпы. Сарыға өту өте қауіпті құбылыс. Мысалға, біз сарыға өттік. Өйткені мына сызықты қызыл жанбай тұрып кесіп үлгерсеңіз болды. Сарының кезінде кесіп үлгерсеңіз, оған рұқсат етіледі. Бірақ Қазақстанда ол жағынан қаталдау. Мен өзім бір рет сары емес, жыбылықтаған жасылға өткенім үшін әжептәуір мөлшерде айыппұл төлегенім бар есімде. Ал бірақ бұл жақта ең қиыны, сарыға үлгеремін деп сіз қызылға өтсеңіз, фотоаппарат түсіреді. Міндетті түрде ненің светофордың төбесінде болады. Сіз қалай қызыл жанған кезде кестіңіз, ол солай фотоаппарат түсіреді. Және ол ең үлкен айыппұлдардың бірі. $500 көлемінде. Қосымша тағы нелермен $600 болады. Ендігі бір тоқталатын нәрсе ол жолақтар. Мынандай екі жолақ көріп тұрған. Бұл біздегідей өте бір қатаңдықты білдірмейді. Бұны кесуге болады. Бұл жерден тек қана кері бұрылыс жасауға тыйым салынады. Ал бірақ аулаға кіруге, немесе ауладан шығып кесуге, немесе ұсақ көшелерге бұрылып кіріп кетуге, керісінше ұсақ көшеден шығып үлкен көшеге сары сызықты кесіп бұрылуға болады. Менің ендігі айтайын дегенім бұл линия ауыстыру. Линия ауыстырған кезде міндетті түрде бұрылып қарау керек иықтан. Тек қана айна жеткіліксіз, ережеде солай жазылған, және кітапта соны қатты қадағалайды. Осы мәселені жүргізіп емтихан тапсырғанда да соған ескерту береді. Өткізбей қою мүмкін. Яғни сіз жүріп жатқан кезде, егер оң жаққа ауысатын болсаңыз, былай қарайсыз, оң жаққа бір қарайсыз. Сол жаққа ауысатын болса, сол жаққа бір қарайсыз. Яғни blind spot дейді ғой, айна мен ненің арасында көрінбейтін бір кеңістік бар. Сол жерде қарау керексіз бұрылып.
және бұрылыстарда да қарау керек, себебі жүргізушілер немесе велосипедшілер келе жатуы мүмкін. Олар айналадан көрінбей қалуы мүмкін бұрылған кезде. Сол үшін басыңызды бұрып қарайсыз. Осыған қатты мән береді. Мысалы қазір айнада жоқ, қарадым, бұрылдым. Осылай шамамен осылай. Немесе айнада оң жақтан айнадан алыс келе жатыр, қарадым, бұрылдым. Осында тұрғаныма 3,5 жылдай болды. Осы 3,5 жылдың ішінде мен 5 реттен, кемінде 5 реттен жол ережесін бұзғам. Сплошнойдан, 2 сплошнойдан жаңағыдай U-turn жасап кеттім. Керіс бағыға бұрылып кеттім. Сонымен мен о жерде $285 төледім. Екінші тикетім жаңағы жұмыста жүріп, асығыс стоп сайынға тоқтамай өтіп кеткенім болды. Стоп сайынға мен 120 төледім. Негізі көп тикеттердің бағалары жаңағы спидing, мысалы сен жоғарғы қанша спид, определенный спидтен көп асырған сайын бағаң көбейе береді. Білесіз бе шамамен? 200-ден жоғары болады деп ойлаймын. Тоқтамайтын жерге тоқтаудікі $100 шамасы ар. Тоқтамайтын жерге тоқтағандікі. Пауэрлайтингіңіз жаңағы бұрылмайды, шамы жасамаса, стоп лайтыңыз жасамаса, тотоныңыз асқанда лайттарыңыз жасамаса, оның тикеттері бар. Олардың шамасы $100 шамасы, бірақ онысы жөндетіп, полицейскийге ана тикетті көрсетіп, қол қойдыртып алсаңыз, мені жөндедіңіз, істеп тұр десеңіз, сіз ол жерде $20 ма солай төлейсіз. Білесіз бе, ең үлкен тикет некен қандай? Ең үлкен тикет ол сақтандыру, иншуренсіз жүру, $900 шамасы. Артымыздан келе жатыр, полиция келе жатыр артымыздан. Видеоның басында өзімнің полицейге ұсталған бір жағдайымды көрсеткен болатынмын. Енді соның қалай аяқталғанына назар салыңыздар. Қазір сізге ескерту қағазын жазып береміз. Соттан өздері хабарласып, қай күні сот болатынын айтады. Сол күні барасыз. Бұл негізі алдында болған оқиға. Біз алғаш келген кезде полиция бізге тикет берді. Тикет берген кезде, тикет деген жаңа штраф берді. Штрафты бұл кезде бірден айтпайды екен оның көлемін. Оны бір айдан кейін сотқа барасың деді. Бұл жерде бүкіл жаңағы жол ережесін бұзған оқиғалардың бәрі сотта талқыланған екен. Мен ойладым, енді мен GPS-ті жабам, тағы анау айтам, сөйтіп енді көп болмай шығар деп үміттендім. Сөйтіп бір ай келді, өтті, бір айдан кейін сотқа бардық, мына мекеме көріп тұрсыздар, сот сол жерге бардық, отырдық, барлық сондай сол күнге белгіленген істердің бәрін бір бөлмеге жинады, отырғызды да, сосын барып, сол кезде менің білгенім мынандай мүмкіндік беріледі екен. Келесін, кейбір істер кешіріліп жібереді бірінші істеген үшін. Немесе егер полицей келмей қалса, полицейлер енді бәріне бара бермейді дейді, ұстағандар бәріне, әртүрлі жұмыстарына байланысты. Полицей келмей қалса, сен пайдаңа шешеді, кешіріп жібереді істі. Ал егер полицей келсе, оның 90-99% сенің зияныңа шешіледі, саған штраф салады. Содан кейін мені бір кісі шақырып алды да, негізі кешірілмейді бұл жерде сен жаңағы баланы отырғызу деген ол өте мүлде кешірілмейтін істердің бірі, өте жоғары штраф деп. Сосын барып білдім, сөйтсем менікі $1600 штраф екен. $1600 штраф. Мен сотқа барам, егер сотта мен жеңсем төлемеймін, ал жеңілсем $1600 төлеймін. Сонымен $1600 көргенде менің көзім атыздай болды, бірақ оның шығар жолы бар екен. Яғни сіз қайтадан жүргізушілік курстан өтесіз. Ол онлайн болуға болады, немесе кәдімгідей барып өтуге болады. Курстан өтесіз, тестті қайтадан тапсырасыз, содан құламай өтсеңіз, сізге жаңағы толық төлемейсіз, белгілі бір мөлшерін төлейсіз. Жақсы, мен келістім, жаңағы онлайн курсын алдым, оны сатып аласың. Ең арзан $28 сатып алдым. О жерде жаңағы сұрақтар береді, күнделікті тапсырмалар, жаңағы бір тараулар береді, соны видеолар көрсетеді. Әр тарауды оққан сайын жаңағы квиз алып отырады, тексеру. Содан бәрін бітіргеннен кейін барып
тест тапсырасыз, соңғы тестті. Содан мен өттім. Сөйтіп соның нәтижесімен қайтадан сортқа бардым. Сөйтіп маған 485 теңге, $485 дейін жеңілдік берді. Сөйтіп жайшылықта енді оңай ақша емес, бірақ 1600-дің қасында 485-ті қуана төлеп бұл істі аяқтадық. Осы менің бүгінгі жалпы айтайын дегенім. Ұзақ болып кетсе тағы да айып етпеңіздер. Мұхиттың ар жағында болсақ та, бер жағында болсақ та жол ережесін бұзбайық, аман болайық, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.